Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тамақтану әдебі. Жер мен көкті жоқтан бар еткен жанды жаратылыстар ризық несібесін алып, құлдары адал нәпақа тапқан және олардың жасаған ізгі амалдарын жеңілдету үшін бұлттардан жаңбыр жауғызған, сол арқылы топырақтан дәнді дақылдар мен өсімдіктер өндірген Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Анық мұғжизаларға ие Мұхаммед пайғамбарға, оның отбасы мен сахабаларына сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Мынаны білуге тиіссің. Ақыл парасаты бар адамның басты мақсаты марапаттар мекені болған жұмақта Алламен қауышу. Оған тек білім мен амал арқылы ғана қол жеткізуге болады. Білім мен амал адамның тәні сау болғанда ғана жүзеге асады. Тәннің сау болу уақытылы тамақтануға байланысты. Сол себепті кейбір ізгі кісілер тамақтануды дін талаптарының қатарынан санаған. Бұған қатысты Алла тағала адал, таза һәм пайдалы ас судан жеп ішіңдер, әркез игі істер істеңдер. Мен еш шүбәсіз сендердің не істеп қойып жүргендеріңді білемін деген. Муминун сүресі 51 аят. Ілім үйренуге, амал жасау мен тақуалыққа қол жеткізгісі келген кісі нәпсісінің қалауына бой алдырып, кез келген нәрсені жей бермей, жүйелі түрде тамақтану қажет. Өйткені дін жолында жасалған барлық іске діннің нұры төгіліп тұрған жөн. Тамақ арқылы нәпсінің ең үлкен қалауын қандырғанмен, тамақтануды шариғаттың заңына сай орындау арқылы көп сауапқа кенелуге болады. Мәселен, бір хадисте кісі көптеген нәрселерден сауап алады, тіпті өзі жеген және отбасына жегізген тамақтан да деген. Бұл хадисте айтылған сауапқа адам тамақтану әдебі мен ережелерін сақтаған жағдайда ғана ие бола алады. Біз бұл жерде тамақтануға қатысты діни міндеттерге, парызына, сүннетіне, әдебіне және адамға жарасымды әрекеттер мен сыртқы қағидаларына тоқталамыз. Жалғыз тамақтанған адамның сақтауға тиіс әдептері. Олар: бірінші, тамақтанудан бұрын, екінші, тамақтану кезінде, үшіншісі, тамақтанғаннан кейін деп үшке бөлінеді. Тамақтанудан бұрынғы әдептер. Олар жетеу. Бірінші, тамақ адал болумен қатар, адал және арам кітабында айтқанымыздай, оның келу жолы шариғатқа сай, күмәнді нәрселерден аулақ, таза болу керек. Алла тағала харамнан қайтарып, халал және таза жолмен тамақтануды бұйыра отырып, харамның қаншалықты залалды екенін білдіру үшін оны адам өлтірумен бір деңгейде қолданған. Уа иман келтіргендер! Бір-біріңнің мал дүниелеріңді арам жолмен жемеңдер, ал өзара келісіп, ризашылықпен жасаған сауда-саттықтың жөні бөлек. Сондай-ақ бір-біріңді өлтірмеңдер деген. Ниса сүресі 29 аят. Тамақ ең бастысы әртүрлі күмәнді нәрселерден ада, таза табыстың жемісі болуға тиіс. Бұл талапты сақтау діннің негізгі ұстындарының біріне жатады. Екінші, қол жуу. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тамақтанудың алдында қол жуу жоқшылықты, тамақтанғаннан кейін жуу күнәларды жояды деген. Басқа риуаятта тамақтан бұрын және кейін қол жуу кедейлікті жояды деген. Қол үнемі айналадағы заттарға тиетіндіктен ластанбауы мүмкін емес. Тазалық пен әсемдікке жарасатыны оны жуу. Сондай-ақ діни міндеттерді орындау мақсатында тамақтану құлшылыққа жататындықтан, оның алдында қолды жуу намаздан бұрын дәрет алумен бірдей. Үшінші, тамақты жерге жайылған дастарханның үстіне қою. Бұлай жасау Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне сай. Өйткені Алла елшісі дәл солай тамақтанған. Бұлай тамақтану қарапайымдылыққа да жақын. Жерге қоюдың реті келмеген жағдайда көтеріңкі орынға жайылған дастарханның үстіне қойып жеу керек. Бұлай тамақтану сапарды еске салады. Сапарда ахирет сапары және тақуалар азықтануына деген мұқтаждық сезіледі. Анас ибн Малик радиаллаху анху Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам үстелдің үстіне отырып тамақтанбайтын деген. Одан қай жерде тамақтанушы едіңіздер деп сұрағанда, ол жерге жайылған дастарханның үстінде деген. Төрт нәрсе: тамақтанатын үстел, елеуіш, сақар сабын және тойғанша тамақтану Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткен соң шыққандығы айтылады. Мынаны білуге тиіссің. Төсеніштің үстінде тамақтану әлде қайда абзал, ал үстелде тамақтану харам немесе мәхрух деп айтудан аулақпыз. Бұл Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассаламнан кейін шыққан бидғат деген желеумен тыйым салу қажетсіз. Өйткені бидғаттың барлығы бұрыс деуге келмейді. Тыйым салынған бидғат
айқын сүннетке қайшы келетін және жалғаса берсе себебі шариғи үкімді жоққа шығаратын бидғат. Тіпті себептердің өзгеруімен кей жағдайларда бидғат уәжіп те болады. Ал тамақты үстелге биікке қою ыңғайлысын жасаудан туындаған. Бұндай істер мәхрух емес. Мұндай бидғаттардың мәхрухке еш қатысы жоқ. Мәселен, мына 4 бидғаттың барлығы бірдей емес. Сахар сабын тазалықтың дәнекері, ал тазалық үшін жуыну мұстахаб. Сахар сабын тіпті де таза етеді. Ілгерідегілердің сахар сабынды қолдана алмауы білмегендіктен, таба алмағандықтан, не одан да маңызды істермен шұғылданғандықтан, тазалыққа көп уақыт бөле алмағандықтан болуы да мүмкін. Өйткені кей қысылтаяң сәттерде қолдарын да жуа алмай қалған. Қолдарын кептіру үшін табандарына сүртетін, кейде шағыл тастар сүлгінің қызметін атқаратын. Олардың бұлай істеуі қолды сумен жуудың мұстахаб болуына кедергі емес. Елеуіш нанды, тамақты таза, жақсы етіп жасауға қолданылады. Шектен шықпаған жағдайда елеуішті қолдану мүбәх. Үстел үстінде тамақтану жерде отырып жеуге қарағанда әлде қайда ыңғайлы болғандықтан тәкаппарлыққа ұрынбаған жағдайда мүбәх. Барлығынан жаманы тойғанша тамақтану. Өйткені тойғанша тамақтану нәпсіні оятып, тәндегі ағзалар қызметінің бұзылуына алып келеді. Ақылы бар адам бұл бидғаттардың арасындағы айырмашылықты оп-оңай парықтай алады. 4. Үстел үстінде әдеппен отыру және бұл әдепті соңына дейін сақтау. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кейде тізерлеп, кейде аяқтарының үстіне, кейде оң аяғын бүгіп, сол аяғын астына салып отыратын және жатып тамақ ішпеймін. Мен бар болғаны Алланың құлымын. Құлдар қалай жесе, солай жеймін. Құлдар қалай отырса, солай отырамын дейтін. Жатып су ішу тек діни тұрғыдан ғана емес, асқазанға зияны тұрғысынан да мәкрух. Жастанып жатып тамақтану да мәкрух. Жемек нәрсесі бір-бірлеп алынатын тағам түрлерінен болса, зарар жоқ. Риуаят бойынша Али радиаллаху анху жатқан күйде қалқанының үстінен бауырсақ алып жеген. Арабтардың кейде солай істейтіні айтылады. 5. Тамақты ләззат алу үшін емес, Аллаға құлшылық жасау және сол құлшылыққа күш жинау үшін жеу. Тіпті Ибрахим ибн Шайбан 80 жыл бойы нәпсімнің қалауы үшін ештеңе де жемедім деген. Сонымен қатар азға қанағат ету қажет. Өйткені құлшылық ниетімен ішіп жегені тек осы арқылы ғана айқындалады. Тойғанша жеу адамның құлшылығына бөгет болады. Асқазанын лықа толтырған адам ойдағыдай құлшылық жасай алмайды. Құлшылық ниетімен тамақтану талаптарының бірі құмарлықты жою және ысырап етуден қанағат қылуды артық көру. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір хадис шарифінде адам баласы толтырған ыдыстардың ең жаманы лықа толғаны асқазаны. Адам баласына белін тік ұстап жүре алатындай бірнеше үзім нан жетеді. Егер бұнымен шектелмесе, асқазанын 3-ке бөлсін. Бір бөлігін тамаққа, екінші бөлігін суға, үшінші бөлігін дем алу үшін қалдырсын деген. Құлшылық үшін тамақтанудың талаптарының бірі әбден ашықпай тұрып тамаққа қол созбау. Әбден ашыққан соң ғана тамақтанған жөн. Артынан аса қатты тоймай тұрып тамақтануды доғарғаны жөн. Осылай тамақтанған адамның дәрігерге мұқтаждығы болмайды. Тамақсаулықты азайту тақырыбындағы әңгімемізде тамақты біртіндеп азайтудың жолдары мен пайдалары егжей-тегжейлі баяндалған. 6. Қолда бар тамаққа қанағат етіп, көп және әртүрлі тамақты аңсамау. Нанға жасалған құрмет оған қосып жейтін қатық іздемеу. Біз нанға құрмет көрсетуге бұйырылдық. Сенің тік жүруіңе септігі тиіп, құлшылық жасауыңа мүмкіндік беретін тағам түрлерінің барлығы береке. Оларды ұнатпау дұрыс емес. Дайын тұрғаннан басқаны іздеп жатпай, дереу тамақтанған мақұл. Тіпті тамақ дайын болған кезде, уақыты қатар келсе, намаздың өзін доғара тұрып, асты күттірмей, дереу тамақтанып алып, артына намаз оқуға жет. Өйткені хадисте тамақ пен намаз қатар келгенде алдымен тамақтаныңдар, артынан намаз оқыңдар деп айтылған. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху имамның қырағатын естісе де дастарханнан тұрмайтын. Бірақ бұл аштық кездердің. Егер тамақты күттіруде тұрған ештеңе жоқ болса, онда алдымен намаз оқып алып, соңынан асықпай тамақтану керек. Дегенмен
тамақ суып қалатындай не бұзылатындай болса, жаны қаласын, қаламасын ыңғайына қарай тамақты таңдағаны жөн. Өйткені хадис жалпы мағынада келген. Әрі қатты ашықпаса да, намаз үстінде тамақты ойлап тұру мүмкін. Сол себепті тамақты ойлап тұрып оқылған намаздан, намазды ойлап тамақтанған әлдеқайда жақсы дегендер бар. 7. Бала-шағаны жинап, барлығы бір ыдыстан тамақтану. Өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам хадисте бірге тамақтаныңдар. Сонда астарың берекелі және мүбәрак болады деген. Анас радиаллаху анху Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жалғыз өзі тамақтанбайтынын айтқан. Басқа бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам тамақтың ең жақсысы топпен отырып жеген тамақ деген. Дастархан басындағы әдептер. Тамақты бисмилля сөзмен бастап, әлхамдулиллах сөзмен аяқтау қажет. Тіпті әр үзімді ауызға салар кезде бисмилля деп айтса, тіптен жақсы. Одан жақсы бірінші үзімді жейтін кезде бисмилля, екіншісінде бисмиллахир-рахман, ал үшіншісінде бисмиллахир-рахманир-рахим деп айту. Басқалар да естіп, олар да айту үшін бисмилляны ашық айту қажет. Оң қолмен жеп, тұзбен бастап, тұзбен аяқтаған жөн. Тамақты ауызға аз-аздан салып, жақсылап шайнап, оны жұтпай тұрып басқасын алмау керек. Өйткені олай ету асығыстық болады. Тамақты ұнатпау дұрыс емес. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ешбір тағамды ұнатпағандығын білдірмеген. Егер ұнатса жейтін, ұнатпаса жемейтін. Өз алдынан ғана жеу қажет. Тек жеміс жегенде ғана бұлай ету талап етілмейді. Жеміс жеп отырғанда әр жерден алуға болады. Өйткені оның еш сөгеттігі жоқ. Хадисте алдыңнан же делінген. Алайда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жеміс жегенде әр жерден ала беретін. Бұл қалай болғаны деп сұрағанда, жеміс тамақпен бірдей емес деп жауап берген. Нанның ортасынан, тағамның үстінен бастап жеген дұрыс емес. Шетінен бастап жеген жөн. Нан аз болса, оны кеспей сындырған дұрыс. Піскен етті де кеспейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам олай етуге тыйым салған. Тістеп жеу керек. Нанның үстіне ыдыс аяқ қоюға болмайды. Хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам нанды құрметтеңдер. Алла тағала оны көктердің берекетінен түсірген деді. Қолды нанмен түсіртуге болмайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде сендердің қайбіріңнің қолдыңдағы тағам түсіп кетсе, оны алып шаң тозаңын кетіріп, сонан соң жесін. Оны шайтанға қалдырмасын. Саусақтарын жаламай тұрып, сүлге сүртпесін. Адам тағамның қандай түрінде береке бар екен білмейді деген. Ыстық тағамды үрлеп суытпау керек. Олай етуге тыйым салынған. Жеуге болатындай болып суығанын күткен жөн. Құрманы 3, 5, 7 әлде одан да көп болса да бір-бірден жеп, жемістің қабығы мен дәндерін, сүйегін бір ыдысқа жинаған. Дәндерді аузынан алғанда алақанмен емес, қолының сыртымен алған жөн. Қалдығы мен дәнегі бар барлық жемісте осылай ету керек. Шірік не бұзылған азықтарды да қалдық салынған ыдысқа салу керек. Тамақтану барысында суды көп ішпей, аузындағы асты тамаққа кептеліп қалған кезде ғана, не суға аса мұқтаждық болған кезде ғана ішкен дұрыс. Шөлдеген кезде су ішу денсаулыққа пайдалы. Су асқазанды ретке келтіреді деген сөз содан қалған. Су ішудің әдебі. Ыдысты оң қолға алған соң бисмиллах деп дем алып жұту керек. Бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам суды дем алып асықпай ішіңдер, бірден ішпеңдер, өйткені олай ішуден бауыр ауруы туындайды деген. Суды отырып ішкен жөн, тұрып не жатып ішу дұрыс емес. Алла елшісі олай етуге тыйым салған. Дегенмен тұрып ішкен кездері де болыпты. Бұл зәру жағдайлардан туындаған болу керек. Ыдыстың үстіне тамбауын қадағалап, ішетін судың ішіне қарау қажет. Ыдысты аузынан алған соң былай деп айтуға кеңес берген. Өзінің рахымымен бұл суды тұщы және тұнық қылған. Күнәларымыз себепті оны тұзды әрі ащы етпеген Аллаға шүкірлер болсын. Топ болып отырған жерде су таратылса, ыдысты оң қолмен, оң жақтан бастап берген дұрыс. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сүт немесе шырын секілді сусындар ішкен кезде бір жұтып алған соң қасындағыларға да бір жұтымнан ішкізетін. Ыдыс әрдайым оң жақтан берілетін. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам оң жағында қашанда Әбу Бәкір отыратын. Бір күні бір бәдәуи Әбу Бәкірдің орны бос тұрғанын көріп, сонда барып отырады. Әбу Бәкір келген соң өз орнында бәдәуидің отырған көріп, басқа жерге барып жайғасады. Осы кезде Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам ыдыспен су беріледі.
Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам судан бір жұтқан соң ыдысты оң жағынан бастап сонда отырғандарға береді. Омар радиаллаху анху Әбу Бәкірдің абырой беделін білгендіктен Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам алдымен Әбу Бәкірге беруді есіне салады. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жоқ, оң жақтан бастаңдар, оң жақтан деп ыдысты оң жағында отырған бәдәуиге береді. Суды 3 деммен ішу керек. Бисмиллах деп бастаған соң бірінші жұтымда Альхамдулиллах, екінші жұтымда Альхамдулиллахи роббил аламин, үшінші жұтымда Альхамдулиллахи роббил аламин ар-рахмани рахим деп айтқан дұрыс. Су ішу және тамақтануға қатысты жоғарыда айтқандарымыз 20-ға жуға деп. Оларға қатысты хабарлар мен әсәрлар, хадистер мен сахабалардың сөздері бар. Тамақтанғаннан кейінгі мүстахаб амалдар. Тойудан бұрын дастарханнан шегіну. Саусақтарын жақсылап жалаған соң сүлгімен сүрту, артынан жуу. Нан қоғымдарын жеу. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жерге түскен нан қоғымдарын жерген адам таршылық көрмейді, баласының амандығын көреді деген. Тісінің арасын тазалау, тісінен шыққандарды жұтпау қажет, алайда тілмен алғандарын жұтуға болады. Тісін тазалағанда шыққан тамақ қалдықтарын тастап, артынан аузын шайып, ыдысын жуу қажет. Дастархандағы нан қоғымдарын жеп қойған жөн. Оның жұмақтағы хор қыздарының мәһәрі екені айтылады. Жеген тамағына шүкір етіп, оны Алланың нығметі деп білген жөн. Алла тағала Құранда: «Уа иман келтіргендер, өздеріңе ризық етіп бергендеріміздің адал, таза һәм денсаулыққа пайдалы болғанын жеңдер. Егер шынымен бір өзіне ғана құлшылық ететін болсаңдар, Аллаға шүкіршілік етіңдер» деген. Адал жолмен тапқан нәпақасын жеген соң былай деп дұға жасау керек: Аллаға мадақ болсын. Тек соның берген нығметімен жақсылықтар толығады және берекеттене түседі. Я Алла, бізге адал және таза азық нәсіп ет және бізге ізгі амалдар жасауды нәсіп ет. Егер жеген тағам күмәнді болса, барлық жағдайда Аллаға мадақ айтамын: Я Алла, бұл тағамды бізге қарсы келуге алып баратын күш етпе. Тамақтанып болған соң Құрайш және Иқлас сүрелерін оқу. Дастархандағы тағам алынбайынша тұрмау. Басқа біреудің тамағын жесе, үй иесіне былай деп дұға жасау керек: Я Алла, бұл адамға берген нығметтеріңнің хайыры мен берекетін арттыр және жақсылыққа қолдануын нәсіп ет. Оны және бізді берген нығметтеріңе шүкір етіп, қанағат етушілердің қатарынан қыла көр. Топ адаммен басқа жерде ауыз ашқан жағдайда тағамыңыз аузы берік кісілердің ауыз ашарына нәсіп болсын, ізгілердің дастарханы болсын. Періштелер сіздер үшін Алладан кешірім тілесін деп айтып, күмәнді тағам жеп қойса, Алладан кешірім тілеп, қайғырып, көз жасымен жаһаннам отын сөндіруге тырысқаны жөн. Өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам харам астан жиналған ет отқа лайық деген. Әлбетте, тамақтанудың себебінен қайғырып, көз жасын төккен адам мен ішіп-жеп көңіл көтерген және ойнап күлген адам бірдей емес. Сүт ішкен кезде былай деп дұға жасау керек: Я Алла, бізге берген бұл сүтті мүбәрәк ет және одан несібімізді арттыр. Сүттен басқа нәрсе ішсе, не жесе былай деп дұға жасау керек: Я Алла, жеген тағамымызды бізге мүбәрәк ет және одан артығымен нәсіп ет. Тағамның ең жақсысы сүт. Сүттің көптеген пайдалары болғандықтан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сүт ішкен кезде қайталап, басқа нәрсе ішкен кезде Алладан әлгі тамақтан әлде қайда жақсы сүтті сұраған. Тамақтанып болған соң былай деп дұға жасау керек: бізге жегізіп ішкізген, шөлімізді басқан және тойдырған Аллаға мадақ айтамыз. Уа, басқа ешбір нәрсеге мұқтаждық қылдырмаған және барлығы өзіне ғана мұқтаж болған Раббым, қарнымды тойғыздың, мені қорқыныштан сақтадың, енді саған мадақ айтамын. Мені таршылықтан құтқарып, адасушылықтан тура жолға салдың. Барлы мадақ саған ғана тән және үздіксіз сені мақтаймын. Мақтауға және мадаққа тек сен ғана лайықсың. Я Алла, маған адал тағам жегізгенің секілді жақсы істер істеуді де нәсіп ет. Жеген бұл тағамымды құлшылық жасауға көмекші ет. Жамандық жасауға көмекші болуынан саған сыйынамын. Қол жууға келер болсақ, сабынды сол қолға алып, алдымен оң қолдың 3 саусағын жуу керек. Артынан қолын құрғаған сабынға тигізіп, онымен ерін сүрту керек.
Сонан соң саусағы мен аузын шайып, тісінің ішкі және сыртқы жағын, тілін, тамағын шайып, одан кейін саусақтарын қайта жуып, сабының екінші жағымен саусақтарының ішкі және сыртқы жағын жуған дұрыс. Көпшілік дастарханда сақтайтын әдептер. Олар жетеу. Бірінші, жасы мен абыройы өзінен үлкен адам отырған кезде одан бұрын тамаққа қол созбау, ал егер дәрежелер шамалас болса, басқалары күттіріп қоймас үшін бірден бастау. Екіншісі, тамақ үстіне ибалы адамдарға тән әдеппен үнсіз қалмау, ізгілердің тағам мен басқа да мәселеге қатысты хикаяларын қозғай отыру. Үшіншісі, топпен отырған дастархан басында қасындағылардан артық жемеуге тырысу, өйткені тамақ ортақ болғандықтан жолдасының разылығы болмай көп жеу харам. Тіпті мүмкіндік болып жатса, жолдасына көбірек тигені жөн. Құрма жегенде қостан алмаған дұрыс. Егер барлығы 2 құрмадан жесе, не оған рұқсат етілсе, ештен кетпейді. Жолдасы белсенді болмаса, оны тамақтан алуға ынталандырып, ала отырыңыз деп айтқан абзал. Бірақ 3 мәртеден артық айту да қажет емес. Өйткені 3-тен көп айту қажетсіз нәрсе және шектен шығу. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам 3 мәрте сұрайтын, одан асырмайтын. Одан артығы әдептің шеңберінен шығады. Алла разылығы үшін кел, тамақтан ал деп айту тіптен дұрыс емес. Өйткені олай жасауға тыйым салынған. Алидің радиаллаху анху ұлы Хасан тамаққа бола қонаққа ант ішу дұрыс емес деген. Төртінші, қасындағы адамды алып отырыңыз дейтін деңгейге жеткізбеу керек. Басқалар байқап қалады деп жаны қалайтын тамақты тәрк етпегені жөн. Өйткені олай жасау жасандылық. Жалғыз қалғанда қалай тамақтанса, жамағатпен отырғанда да солай тамақтанған дұрыс. Жолдастарына көбірек тию үшін аз жеудің еш айып жоқ. Дастархан басындағылардың көңілдерін аулау үшін әдеттегіден артық жесе де ештен кетпейді. Керісінше, оң іс болып саналады. Ибн Мүбарак жемістердің жақсыларын қонақтарына ұсынып, кім көп тамақтанса, әр дәнекке 1 дирхам беремін деп, көп жеген адамға әр дәнек үшін 1 дирхамнан беретін. Бұл әрекеті тамақ жеуден ұялуды жоятын, көңіл көтеретін жарыс іспеттес еді. Жафар ибн Мухаммад радиаллаху анху достарының арасында ең қатты жақсы көретінім тамақты көп ішкені, ең үлкен бөлікті өзіне алғаны, маған қиындық тудыратыны өзіне жесеңші деп айтуға мәжбүр ететін дейтін. Бұлардың барлығы тамақтану кезінде жасанды әрекеттерден сақтанып, қалаған тамақтарын еркін жеу үшін болатын. Жафар былай деген: адамның досына деген сүйіспеншілігі оның үйінде емін-еркін тамақтануынан байқалады. Бесінші, егер жалғыз болса, тамақ жеген ыдысына қолын жуудың еш сөгеттігі жоқ. Бірақ жанында жолдасы болса, жуа алмайды. Бір адам қолына су құйғысы келсе, оның ілтипатын қабыл алып, қолын жуу керек. Анас ибн Малик радиаллаху анху пен Сәбит әл-Мунани бір ыдыстан тамақтанатын. Кейін Анас Сәбиттің қолына су құйғысы келеді. Бірақ Сәбит оның ұсынысын қабыл алмайды. Сонда Анас құрмет көрсеткен кезде бас тартпа, құрмет Алла үшін дейді. Аббаси халифаларының бірі Харун Рашид Абу Муғауия әд-Даририди шақырып қолына су құяды. Кейін Абу Муғауиядан қолына су құйған кісінің кім екенін білесің бе деп сұрайды. Абу Муғауия білмеймін деп жауап береді. Сонда Харун Рашид қолына су құйған кісі халифа дейді. Абу Муғауия: сен бұл ісіңмен ғылымға құрмет көрсеттің және ғылымның дәрежесін көтердің. Алла сенің де дәрежеңді көтерсін дейді. Бір легенге бір мезетте бірнеше кісінің қол жууы әбестік емес. Бұл уақыт тұрғысынан үнемді және қарапайымдылыққа жағын. Егер бөлек-бөлек кезекпен жуатын болса, әркімнің суын жеке-жеке төкпей, леген толған соң ғана төгуіне болады. Ал хадисте суларыңды біріктіріңдер, Алла сіздерді де біріктіреді деген. Тіпті халифа Омар ибн Абдул-Азиз бұған қатысты аймақтарға хат жіберіп, өзге халықтар секілді әркім қолын жуған соң легендегі суды төгіп тастамасын, леген толған кезде ғана төгіңдер деген. Ибн Мазғуд радиаллаху анху да қолдарыңызды бір ыдыста жуыңыздар және өзге халықтардың әдеттерін жасамаңыздар деген. Кейбір ғалымдар қолға су құйғышының отырғанын, енді біреулер тұрғанын дұрыс көрген. Бірде отырған кісінің қолына отырған қызметші су құйғанда, қолын жуған адам орнынан тұрады. Неге тұрдың деп сұрағанда, ол біреуміздің тік тұруымыз жуу тұрғысынан да, қарапайымдылық тұрғысынан да жақсы деп жауап қайтқан. Су құярда Алла үшін қызмет ниетінде болса, суды тіпті де жеңіл қою үшін отырудың еш сөгеттігі жоқ. Демек, легенде қол жуудың әдептері жетеу. Легенге түкірмеу.
Алдымен сол ортадағы үлкен кісінің қол жууы, оның бұндай ұсынысты қабыл алуы, легеннің кезекпен оң жақтан айналуы, бірнеше кісінің бір мезетте қол жууы, леген толмай тұрып босату, қызметшінің суды тұрған күйде құюы. Қызметші тұрған күйде су құю керек. Аузындағы суды айналаға шашпай, легенге төгу мен қонақтың қолына үй иесінің өзі су құюда әдептердің қатарынан. Имам Мәлик үйінде имам Шафиғидің қолына су құйған. Ол кезде Шафиғи бар болғаны 20 жаста болатын. Имам Шафиғи имам Мәликтің бұл әрекетіне таңғалғанда, бұған таңғалма, қонаққа қызмет ету парыз дейді. 6. Тамақтанғанда жолдастарын ұялтатындай тікіле қарамай, әркім өз алдындағы тамағына назар аударғаны жөн. Бір кісі тамақтанып болған соң, басқалар келіп тамақтанып отырғанда құрсағы тойса да шегінбегені дұрыс. Олар әбден тойғанша, аз-аздан болса да алып отырған жөн. Егер аз жейтін кісі болса, бастағанда аз-аздан алып, соңына дейін олармен бірге отырған дұрыс. Сахабалардың көбі осылай істеген. Егер жалғастырмаса, кейін келгендерді ұятқа, ыңғайсыз жағдайға қалдырмайтындай сылтауын айтқаны жөн. 7. Қасындағылар жиіркенетін әрекеттер жасамаған дұрыс. Аузынан бір нәрсе шығаратын болса, қолын табаққа салмайды, ұртын тамаққа толтырмай тұрып, жүзін дастарханнан бұрып, аузындағын сол қолмен алуы керек. Майлы тағамды сірке құйған тағамдарға, сірке құйған тағамдарды майлы тағамдарға араластырмау қажет. Тістеген нанның қалдығын тамаққа матырмағаны, қасындағыларды жиіркендіретін, кісінің тәбетін қашатын жаман сөздер айтпағаны жөн.